Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте жеңіл және дәмді тортты жасаймыз. Оған духовканың, пештің қажеті жоқ. Біз жасайтын торт өте жеңіл. Міндетті түрде менімен бірге болып, видеоны аяғына дейін көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Бізге үйдегі бар ингредиенттер қажет болады. Мысалға 2 жұмыртқа, 150 грамм қант. Екеуін жақсылап араластырып аламыз жұмыртқа көпіргенге дейін. Одан кейін 4 үлкен қасықпен ұнды 2-ге бөліп қосамын және арасында араластырып отырамын. Мысалы 2 қасық қостым, араластырдым. Одан кейін келесі 2 қасықты қосамын. Тағы да араластырамыз. Келесіде үлкен қасықпен 1 қасық крахмал қосамын. Мен кукурузный крахмал қолданамын. Тағы да араластырамыз. Осындай болып шығады. Енді 600 мл жылы сүтті бөліп, ақырындап осылай құйып отырып араластырамыз. Отқа қойып, тағы да араластырамыз. Осылай жиналғанға дейін. Беті бүлк кеткен кезде газдан ала бересіздер. 80 грамм сары май қосамыз. Енді осындай формаға кішкене астына жағып қоямын да. Слоеный ушастики деген печеньеларды қолданамын. Болмаса ушки деп аталады кейбіреулері. Осы печеньеларды қолданамыз. Сіз кез келген слоеный печеньені қолдансаңыз болады. Бірінші слойды қойып, үстіне крем жағып шығамын және келесі слойды қоямын. Солай менде 3-4 слой шығады. Тоңазытқыштан алып, кез келген түрде әсемдеп әдемілеуге болады. Мен тек қана бетіне үгітілген печеньеларды жағамын. Қонақ күтуге болмаса да, жанұяда шай ішкенге өте керемет торт болып шықты. Міндетті жасап көріңіздер. Менен болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.